Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерменен песочный тестадан әзірленген сосисковый тесте әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге мына заттар қажет болады. Алдыменен 500 грамм ұнымызға 250 грамм сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында болу қажет. Крошки жасап аламыз. Осындай крошки жасап аламыз. Енді 2 жұмыртқамыздың үстіне 100 грамм қаймағымызды қосып араластырамыз. Және 1 шай қасық тұз саламыз. Енді осыны қамырымызға қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне осындай песочный теста болып шығады. Енді мен пакет кигізіп, бұны морозилькеге 1 сағатқа салып қойдым. 1 сағаттан соң басы бірігіп, кішкене қатайып, әдемі болып тұрады. Енді осыны кішкене қолымызбен жұмсартып, 2 зуалаға бөлеміз. Бөлме температурасында 5-10 минут қалдырсаңыздар да болады жұмсарғанша. Енді осыны жаямыз. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды кішкене ғана ерітіп, жұқалап жағып шығамыз. Көп жағудың қажеті жоқ. Құрамында сары майы бар. Осылай орап шығып, енді мен бұны пакет кигізіп, 1 түнге морозилькеге қалдыратын боламын. Енді келесі күні қамырымызды алып шығып, кесеміз. Бөлме температурасында қамырды жұмсартып аламыз. Кейін осылай бөліктерге кесіп шығамыз. Енді оқтауменен мен көрсеткендей осындай ұзынша етіп қамырды жаямыз. Ортасынан бөлеміз. Қалауларыңыз бойынша сосисканың ортасын бөлсеңіздер де болады, бөлмесеңіздер де болады. Мен ортасын бөліп тұрып орадым. Осылай бәрін орап алып, бетіне жұмыртқа жағып, енді 200 градуста пеште пісіріп аламыз. Осындай дәмі керемет болып шығады.